Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қазақ тілі сабағы 3-ші сынып. Бүгінгі 126-шы сабақты өтетін боламыз. 31-ші жаттығу өлеңді тыңда. Ана тілі. Барлық тілді үйренерсің сен әлі, жігіт болып саналы. Қайда жүрсең, өз еліңді ұмытпа, өз еліңнің туын көтер жоғары. Мен анамды ұғындым деп мақтанам, тілін білдім, жырын білдім сақтаған. Өз анасын сыйламаған пақырлар, отанын да сыйлап көрген жоқ балам. Ұлым менің бұл сөзіме бағарсың, жанар кезде өзіңдің де от боп жанарсың. Менің қазақ жүрегімді ал, тілімді ұқ, ал басқасын өзің тауып аларсың. Авторы Тұманбай Молдағалиев. Осы тақырыпқа сәйкес сұрақтарға жауап берейік. Сенің ана тілің қай тіл? Біздің ана тіліміз ол қазақ тілі. Өлең неліктен ана тілі деп аталған дейді. Өйткені өз ана тіліміздің маңыздылығы, құндылығы туралы айтылған өлеңде. Келесі сұрақ: өз ана тілін құрметтемеген адам отанын сүйе ала ма дейді. Өз ойымен бөліс дейді. Әркім өз ойын айту керек, ал менің ойымша өлең авторымен келісемін. Өйткені әрбір адам дүниеге келгенде өз ана сүтімен дарыған туған тілін құрметтеу керек. Мынадай мақал бар: өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.